Ассалаумағалейкум, құрметті жазылушылар, құрметті көрермендер. Сіздер мал шаруашылығымен айналысатын болсаңыздар, бұл видео сіздер үшін пайдалы болмақ. Малыңыз ауырып тұрғанда қалай диагноз қоюды білмей жүрсеңіз, онда бұл видеоны соңына дейін көріңіз. Видеоны бастамас бұрын лайк басып, арнаға жазылып, қазақ тілінде мал дәрігерлік саласынан ақпарат беретін арнамызды қолдап қоюды ұмытпаңыз. Әдетте ауырған малға диагноз қоюда көруге болатын кілегей қабықтарына қарап, диагноз қою мал індетін анықтауда үлкен ролға ие. Әдетте жай көзбен көруге болатын көздің дәнекер пердесі, ауыз кілегей қабығы, тіл қатарлылардың түсіне қарап, ауру өзгерісінің бар жоқтығын байқаймыз. Егер көруге болатын кілегей қабықтардың түсі бозарған болса, онда қан құрамындағы қызыл қан белогының азайып, қаназдықтың типтік белгісін көруге болады. Ал енді кілегей қабық қызарып қан толса, миға қан толу, ми пердесінің қабынуы, өкпе қабыну, жүрек аурулардан келіп шыққан қан айналыстың бөгетке ұшырауы және де басқа да қызбалы аурулардан гумандануға болады. Егер кілегей пердесі көгерсе, онда оттегінің жетіспегендігінен дерек береді. Бұл көбінде пастереллез, жарақат сипатты жүрек қабының қанауы, улану, жүрек күшінің әлсіреуі, тыныс алудың бөгетке ұшырауы қатарлы аурулар келтіріп шығарған болуы мүмкін. Ал кілегей қабығы сары түсті болса, бұл сары дақ ауруының бір түрлі ерекше белгісі болып, бұны қан паразиттік аурулары, бауыр аурулары, бас айналу, 12 елі ішектің қабынуы, фосфордан улану сияқтылардан гумандансақ болады. Егер кілегей қабық ісіну және қабыну сипатты ісіну болса, бұндай жағдайда көбінде жұқпалы індеттерден гумандансақ болады. Мінекей құрметті көрермендер, сіздер малдың кілегей қабығына қарап, қалай диагноз қоюды білдіңіздер деп ойлаймын. Видео пайдалы болса лайк басып, арнаға жазылып, достарыңызбен бөлісіп, арнамызды қолдап қоюды ұмытпаңыз. Малдарыңыз ауырмасын. Келесі видеода кездескенше сау саламат болыңыздар.